Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна Era X. Видеоны көрместен бұрын видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Иса Ақбербаев Евгений Тищенкомен жекпе-жек өткізу үшін Ресейге келді. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Иса Ақбербаев 2 қарашада Екатеринбургте Олимпиада чемпионы Евгений Тищенкомен WBO интерконтинентал титулы үшін айқасады. Евгений Тищенко 2016 жылы Рио Олимпиадасының чемпионы. Дәл осы боксшымен Риода қазақстандық боксшы Василий Левит финалда кездесіп, Евгений күмәнді жеңіске жеткен болатын. Ақбербаев пен Тищенко айқасы 10 раундқа есептелген. Айта кетсек, Ақбербаев соңғы айқасын 2017 жылдың желтоқсан айында өткізген болатын. Ол кездесуінде Босния мен Герцеговинадан келген Мирнис Денадичті жеңді. Сонымен бірге, бір жылдары Иса Головкинмен бірге бір командада жаттыққан. Кей жанкүйер Жұмағұлов Жалғастың жеңісін әділетсіз деп бағалауда. Қазақстандық файтердің соңғы жекпе-жектері даулы шешіммен аяқталып жүр. Шынымды айтсам, жұрттың не айтып, не жазып жатқаны бәрібір. Жұрттың көңілінен ешқашан шықпайсың. Неге олай жазады? Себебі мен титулы көп мықты спортшылармен кездесемін. Сондықтан жекпе-жектеріміз тең деңгейде өтеді. Bir ұрғаннан құлап қалатын спортшымен төбелеспеймін. Карьерамдағы қарсыластарымның бәрі мықты. Көбі менің жеңіске жеткенімді мойындағысы келмейді. Барлық жекпе-жекте мен андердог болдым. Фаворит болған жоқпын. Али Багаутиновпен соңғы кездесуімде маған 4 коэффициент берілді. Көбі маған мүмкіндікте қалдырмады. Сондықтан бәрін дәлелдеп жүрмін, деді Жалғас Жұмағұлов. 31 жастағы Жалғас Жұмағұловтың ендігі мақсаты UFC мен келісімшартқа отыру. Олай болмаған жағдайда MMA-ден кетпек. UFC мен келісімшартқа отырмасам, карьерамды аяқтайтын шығармын. Жоспарым осындай. Әрі қарай жастарды баулып жаттықтырамын. Төбелестен басқа да табысым бар. Өз залымды ашамын, қаражат табамын. Ағаларым көмектеседі деп ойлаймын. Ал UFC мен келісімшартқа отырсам, титул жеңіп алу үшін 1-2 жыл төбелесемін. Белбеу жеңіп аламын деп үміттенемін, деп қорытындылады Жалғас. Жеңіл салмақта UFC чемпионы Хабиб Нурмагомедов мансабын 2-3 жекпе-жектен соң аяқтайды. Бұл туралы оның әкесі әрі бапкері Абдулманап Нурмагомедов мәлімдеді. Қазір деңгей басқаша, жаңа спортшылар шықты, жастар дами түсті, бәсекелестік жоғары. Біздің де мақсат айқын. Хабиб 2 не 3 жекпе-жектен соң кету керек, деді Абдулманап Нурмагомедов. Және ирландиялық Конор Макгрегорге байланысты пікір білдірді. Ойын, қуаныш, сайқымазақтық мұның бәрі қалады, бірақ ол ешкімді жеңе алмады. Қазір ойына келгенді айтып жүр. Бұрын қолынан келетін, ал қазір ештеңе істей алмайды, деді Абдулманап Нурмагомедов Fight Night Global YouTube арнасына берген сұхбатында. Сіздермен бірге болған қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна Era X. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, күн сайын жаңа видеолар біздің арнаға шығып отырады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі кездескенше.